Сәлем достар, сіздермен бірге Made in KZ жобасы. Бүгінгі видеода біз қалай шетелге барып оқып келуге және де қандай талаптар керек екенін айтатын боламыз. Бұл видеоны бастамай тұрып, мына жердегі подписаться деген кнопканы басып, колокольчикті басып кетуді ұмытпа. Ендеше кеттік. Нешінші курстан бастап Академ мобильностьпен біздің вуз жібереді. Мәліметтер бойынша, мәліметтер деп қой, 4-ші курстан бастап жібереді. Яғни біздің университетте әр бакалавр болсын, интернатура болсын, резидентура болсын, арнайы өзінің программалары бар, оқытып жіберетін. Сол себептен де бакалаврға байланысты айтатын болсақ, ол 4-ші, 5-ші курстар, яғни клиникалық сабақтар басталған кезде Академ мобильностьпен оқып келуге болады. Конечно, 5-ші курстың соңына қарай Академ мобильностьпен оқып келу өте ауырға соғады, өйткені енді бітірейін деп жатсың, госэкзамен тапсырайын деп жатсың. Сол үшін ең оптимальный уақыт бакалаврда ол 4-ші курс. 1, 2, 3-ші курстар бұлар базалық сабақтар өткендіктен бұны былайша айтқанда Академ мобильностьке қарастырылмайды. Сол үшін бакалаврда тек қана сен 4-ші курста бара аласың. Ал интернатура мен резидентурада кез келген курсында оқып келуге болады. Мен оқитын вузда, яғни Астана медицина университетінде неше түрлі мемлекеттерге жібереді. Оны екіге бөліп қарастыруға болады, яғни СНГ елдері және де Европа елдері. СНГ елдеріне көбінесе Астана медицина университеті ол Ресейге жібереді, Әзербайжанға, Өзбекстанға жібереді. Ал Европа елдеріне бұл жерде кішкене андай тұрақсыздық бар. Өйткені Европа елдерінің запростары әр жылы ауысып отырады. Сол себептен де оны мен нақты айта алмаймын. Бірақ соңғы осы жылы студенттерді Словения мемлекетінен жіберген. Словения деген, Европада орналасқан мемлекет, сол елге жіберген болатын. Оны нақты қай елге жіберетінін сіздер Астана медицина университетіне кіріп көре аласыздар. Сол үшін анда-санда болсын қарап тұру керек. Критерийлар керек, чтобы басқа вузға барып Академ мобильностьпен оқып келу үшін. Ең бірінші критерий бұл сенің қаншалықты ағылшын тілін жетік меңгерген. Яғни оған IELTS деген нәрсе бар. Сол IELTS балың сенің 6-дан 5 балдан төмен болмау керек. Егер де IELTS-тың 6-5 балың болатын болса, онда сен бір қадамға жақынсың деген сөз. Екінші критерий бұл GPA бал. Яғни GPA балды сені қалай есептейді? Бірінші, екінші, үшінші, төртінші курстың соңғы семестрін бүкіл бағын алады да, соны 4-ке бөледі. 4-ке бөлгендегі сенің бағаң 3-тен 65-тен жоғары болса, сен уже тағы бір қадамға жақындайсың. Яғни сен 3-те 65 деген сөз круглый отличник болуың керексің деген сөз. Сол себептен де бағаңды реттеуің керексің, егер де Академ мобильностьпен барып оқып келгің келсе. Да, это жестко. Келесі критерий бұл сенің жетістіктерің. Яғни білім жағынан қандай сенің жетістіктерің бар, соның барлығын сен жинай беруің керексің, егер де Академ мобильностьпен барғың келсе. Жетістік дегенге бұл жерде ана нелерімді қосып жүрме, жаңағыдай домбыра тартып, до орын алып. Бір болмайтын бір той думандағы университеттегі өтірік активистік бұл жерде ешқандай рөл ойнамайды. Сол үшін университетте жүрген кезде конференцияларға қатысып, олимпиадаларға қатысып, орын алып, жай ғана қатысып қоймай ғана орын алу керек. Мақсат орын алу. Өйткені орын алған жетістіктер үлкен рөл ойнайды. Ол кәдімгі бір үлкен бонус. Сол үшін университетте жай ғана сабақ оқымай, сонда бір білімді бір жарыстар болатын болса, білімге байланысты жарыстар болатын болса, онда міндетті түрде қатысатын бол. Келесі критерий бұл рекомендационное письмо дейді. Яғни сенің ол кезде мұғалімнен барып, сен конкретно нұсқаулық, былайша айтқанда рекомендационный ол саған письмо жазды. Былайша айтқанда сені мақтап, қандай сен аяй студент екенін барлығын жазып, соны тоже өткізу керек. Былайша айтқанда ол да өзінің рөлін ойнайды. Жоғарыда аталған жаңағыда GPA, IELTS-тар бұлар негізгі критериялар болып келеді. Қалғаны жетістіктер мен рекомендациялық письмо плюс бұл жерге еще льготалар қосатын болсақ, яғни көп балалы
семьядан шыққан деген секілді, инвалид деген секілді. Олар бонустық қызмет атқарады. То есть көп болған сайын бұл критерияларын қосымша ол саған үлкен рөл ойнайды. Сол себептен де бұларды как бонус ретінде қарастыруға болады. Ал егер мына аталған елдер, жаңағы айтып кеткен Өзбекстан, Әзербайжан деген секілді мемлекеттер ұнамайса, көңілінен шықпаса, онда мен саған екінші вариант бар. Қалай шетелге оқып, резидентураны оқып, сол жерге қалып кетуге болатын. Екі мемлекетті мысал ретінде алдым, ол ақш және де Түркия. Енді әрқайсысын жеке-жеке тоқталып кетейік. ақш болсын, Түркия болсын, немесе басқа өзге европалық ел болсын, ол жақта интернатура, бакалавр деген былайша айтқанда тематика жоқ. Оларда семестр бойынша бөлінеді, бірақ та ақшқа егер барып оқыған кезде резидентураға түсуге тікелей болады. Ол үшін саған не істеу керек? Саған жай ғана екі экзамен тапсыру керек. Біріншісі ол ағылшын деңгейіндегі жаңағы айтып кеткендей медицинский английский арнайы тест бар, және де USMLE деген арнайы екінші экзамен бар. Осы екі экзамен өтсең, сен тікелей ақшта резидент болып жұмыс істеп, оқып, білім алып, сол жақта қалып кетсең болады. Енді USMLE туралы айтатын болсақ, бұл тест форматында жүргізіледі, 3 стептен тұрады, яғни 3 этаптан. Алғашқы бірінші, екінші этап бұлар тест форматында жағдайлық есептер бойынша жасалған. Яғни сен қаншалықты осы ситуацияны шығара алатынына байланысты. Бірінші этапта анатомия, физиология, гистология, биохимия, микробиология секілді бірінші, екінші курста оқыған сабақтарыңды тексерсе, ал екінші степте көбінесе 4-ші, 5-ші, яғни клиникалық сабақтарды тексереді. Ол яғни урология, акушерство, гинекология, хирургия деген секілді. Осы екі стептен өткен жағдайда адам, то есть студент 3-ші степке өтеді. 3-ші степ тест форматында болмайды, ол тікелей практика жүзінде болады. Ол үшін сен ақшқа барып, белгілі бір штатпен келісіп, сол штаттың больницасында осы 3-ші степті тапсырасың. Ол қалай болады? Ол жақта 3-ші степте белгілі студенттер, актерлар, студенттер емес, актерлар симуляция жасайды белгілі бір ауруды. Сенің мақсатың сол актерді симуляция жасап жатқан ауруын тауып, яғни диагнозын қойып, и медкартасын, яғни история болезнесін толтырып беруің керек. Ол әрине ұзақ уақыт жасайтын емес, белгілі бір уақыттар бар. Сол уақытқа дейін тез-тез диагнозын қойып, медкартасын толтырып шығуың керек. Егер де осы стептен өтетін болсаң, саған сертификат береді. Сол сертификат бойынша сен резидентураңды Америка құрама штаттарында жалғастыра аласың. Бірақ бір нәрсе бар. Мына тест форматтары біздің Қазақстанда USMLE-дің тапсыратын тест центрлер жоқ. Ол арнайы центрлер белгілі бір мемлекеттерде ғана орналасады. Соның бірі ақш, Түркия, Армения, Дубай деген секілді. Соның біреуіне барып тапсырады. Бізде Қазақстанда ондай жағдай жоқ. Сол себептен де аталған елдер қай жерде USMLE-дің тест центрлері бар, тек сол жерге барып тапсыра аласың. Ал 3-ші степті тек қана Америка құрама штаттарында. Енді Түркия мемлекеті жайлы айтатын болсақ, ол жерде кішкене былайша айтқанда орысшалап айтатын болсақ, попроще. Оған 3 экзамен бар. Негізгі ол языковой экзамен, яғни түрік тіліне емтихан тапсырады. Плюс мына жақта ағылшын еще қосып жіберуге болады. Екіншісі бұл СТС деп аталатын тест, арнайы сенің дипломыңды подтверждать ететін тест. 120 сұрақтан тұрады, егер өзгеріп кетпесе. Және де ТУС. ТУС деген сөз бұл, яғни узкий специализацияға түскің келетін болса, онда уже сен ТУСты да тапсыруың керек. Ал енді жеке-жеке тоқталып кетейік. Түркияға барып түскен, сол жақта оқып, жұмыс істеп жүрген студенттердің айтуы бойынша, алғашқы бірінші экзамен, яғни түрік тілі мен ағылшын тілі өте оңай өтетін емтихандардың бірі. Одан почти мысалға 70-80% студент смело өтеді, былайша айтқанда. Ең қиын бұл жерде уже ол екінші этап, СТС деп аталады. Ол 120 сұрақтан тұратын, кәдімгідей базалық біліміңді сен тексереді. Қақтан білсін, сен может дипломыңды метроға кетіп баратқан кезде сатып алдың, сондай нәрсені болдырмас үшін осы дипломың подтверждать ету үшін осы тестті тапсырады.
120-ның хотя бы 60-нан 65-тен жоғары алатын болсаң, сен СТС-ті өттің деген сөз. Осы СТС-ті өткен студенттер түрік жаңағыдай басшылығы, министерствосы сені бағаларыңа қалайды, СТС-тен алған, сол бойынша стажировкаға жібереді. Түрік мемлекетіне қай жерде қандай больницалар бар, сол жаққа сені былайша айтқанда практикаға жібереді. Бір минусы ол практика төленбейді. Сен ол жаққа жай ғана практикалық өзіңнің дағдыңды көрсетуге барасың. СТС ол теориялық базаңды тексерсе, стажировка ол сенің практикалық дағдыңды тексереді. 3-6 ай ішінде сен больницада жұмыс жасайсың, кәдімгі жаңа врачтың көмекшісі ретінде. Одан кейін сен смело сол больницада, бізде ВОП деп аталады ғой, жалпы тәжірибелік дәрігер, сол қызметте ары қарай жұмыс істеп кете берсең болады. Ал егер жоқ, мен ВОП болмаймын десең, онда ТУС деген экзамен бар, сол ТУСты тапсыруың керек. ТУС ол қай форматта мен нақты білмеймін болатын, бірақ та кейбіреулер тест дейді, кейбіреулер жазбаша дейді. Бірақ ең ауыр экзамендердің бірі халықаралық деңгейде 2-ші орында тұр. Былайша айтқанда ақш-тан кейін өте ауыр экзамен, бірақ осы экзаменде ТУСты өтетін болсаң, сен құттықтауға болады, сен резидентураға түстің деген сөз. Қалаған мамандығың бойынша Түркиядағы мемлекеттің больницаларында, немесе частный больницаларда сол жақта резидентураңды оқып, жұмыс істей берсең болады. Турцияда резидентура специализацияларға байланысты, мысалға терапиялар көбінесе 3-4 жыл болатын болса, ал хирургия секілді, мысалы анестезиология, реанимация деген секілді мамандықтарға 6-8 жыл уақыт кетеді. То есть ұзақ оқытады, бірақ білімі өте жақсы деңгейде. Екіншіден, болашақта сол жақта маман ретінде қалыптасып жұмыс істеуге өте үлкен мүмкіндік. Сол себептен де ешқашан қорықпа, алға қойған мақсатың болса қойып, мен білем, егер сен мақсат қоятын болсаң, сен смело оған жетесің. Сол себептен де күнде аз-аздан сол мақсатыңа қадам жасап, сен де бұйырса шетелде бұлай отырып, резидентураны бітіріп, үлкен бір маман иесі болады деп сенемін. Сол себептен де саған тағы да айтамын, сенемін. Егер видео ұнаса, лайк басып, ұнамаса тағы да лайк басып, айналайын комментарий қалдырып кет. Солай арқылы біздің контентіміз көтереді. Және осы ақпаратты білгісі келетін одногруппниктеріңе WhatsApp-тан поделиться етіп, WhatsApp-тарға тарады. Назарларыңызға рахмет.